Сәлем балалар, менің атым Түлкі. Мен сендерге жұмбақ жасырамын, ал сендер жауабын тауып көріңдер. Келістік пе? Қалтамда жүр тісі бар, тістеме істер ісі бар. Әрине тарақ. Екі тақта арасында қимылдайды қызыл тақта. Бұл дегеніміз тіл екен. 32 мықты қаз-қатар боп шықты. 16-сы асты, 16-сы үсті. Әрине тіс. Балалар, мұқият болайықшы. Тарақ, тіл, тіс сөздері қандай дыбыстан басталып тұр? Әрине т дыбысынан басталып тұр. Балалар, т дыбысы дауыссыз дыбыс. Т дыбысын біз көк түспен белгілейміз. Т дыбысын алдыңғы өткен о, а, р, л, н дыбыстарымен қосып оқуды үйренейік. Та, то, ат, от, ар, ор, а, та, о, та, а, ра, та, на. Жарайсыңдар балалар. Т дыбысынан басталатын сөздерді буынға бөліп көрейікші. Таға. Таға 2 буын. Тарақ. Тарақ 2 буын. Торсық. Торсық. Жарайсыңдар балалар. Т дыбысы балалар осылай таңбаланады екен. Ал енді сендерге жұмбақ қояйын. Өзі айлакер, өзі қу, жүрген жері айғайда шу. Әрине түлкі, ол деген мен. Түлкі сөзінде неше әріп, неше дыбыс бар? 5 әріп, 5 дыбыс бар екен. Т дауыссыз дыбыс. Иір денесі, Сахараның кемесі, ашы шөптер тамағы шөлге шыдап бағады. Бұл деген түйе. Түйе сөзінде неше әріп, неше дыбыс бар? 4 әріп, 4 дыбыс бар балалар. Балалар, бүгінгі сабақта біз Т әріпі және дыбысымен таныстық. Бұл Т әріпінің үлкені және кішісі. Балалар, Т әріпі неге ұқсайды екен? Мұржаға ұқсайды екен. Балғаға, үйдің антеннасына, саңырауқұлаққа да ұқсай береді екен. Балалар, Т дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында кездесе береді. Мысалы, тау сөзінде сөздің қай жерінде кездесіп тұр? Әрине сөздің басында кездесіп тұр. Ал енді балта. Балта қай жерінде кездесіп тұр? Әрине ортасында. Ал енді сағат. Сағат. Әрине сөздің соңында кездесіп тұр. Балалар, ұмытпаңдар, Т дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында кездесе береді. Бүгін біз Т дыбысы мен әрпімен таныстық. Сау болыңдар.